Қазіргі жылу электр орталықтарындағы ахуал ондаған жыл бойы қордаланған мәселелердің салдары. Мәжіліс депутаты Ерлан Сайыров жылу нысандарына қатысты осылай деді. Оның айтуынша жағдайды депутаттар бақылап отыр. Қажет болса, апатты нысандарға баруға әзір деді. Әріптесім Әнуар Карбозов тағы бір қатар сұрақ қойған еді. Ендеше сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Ерлан мырза, былтыр да осы мәселе, жылда осы мәселе енді айтылып жатыр. Білмейтін адам жоқ, президентте тапсырма берді. Бұл не сонда? Президенттің тапсырмасын пысқыратын жауапты орган өкілдері жоқ па? Әлде тиісті деңгейде? Жалпы бұл проблема жылда қайталанады. Сонымен не істеу керек? Бұл жерде мәселе тек тозығы жеткен құбырларда ғана ма? Мәселе тереңде. Былтыр 160 миллиард теңге бөлінді дедіңіз. 30 жыл бойы Қазақстанда осы коммуналдық сферада ешқандай модернизация жүрмеген. Яғни трубалары жаңармаған, қазандық жаңармаған. 30 жылдың ішінде олигархтар бүкіл ақшаның барлығын өздерінің қалтасына сала берген. Жаңа ғана айтылып кетті. Мына өткен жылы бөлінген 160 миллиард теңге ол Қазақстандағы бүкіл осы коммуналдық сфераның жаңартудың 7% қалыптастырады. Яғни бұл жерде бірақ жаңағы шешім бар, ол инвестицияны көбейту керек. Яғни трубалардың барлығын жаңарту керек, қазандықтың барлығын жаңарту керек, содан кейін жаңа тесттер салу керек. Міне бұның шешімі. Енді екінші жағынан үкіметтің жұмысы да салғырт. Өйткені өкімет бізге осы күнге дейін барлығы жақсы, жайма шуақ, біз қысқа дайынбыз деп келді ғой. Ал енді 2-3 күннің ішінде сол бұрынғы қалаларға тағы басқа қалалар қосылып отыр. Ақтау, Атырау, мен бүгін таңертең Сарайынан звондап жатыр, мысалы үшін Теміртаудан звондап жатыр. Енді аймақтардағы жеке елді мекендер одан да көп. Бір жерде свет өшіп қалған, бір жерде газ жарылған деген сияқты. Сондықтан Қазақстан техногендік үлкен бір коллизияға ұшырау алдында тұр. Бұл жерде бірақ тығырықтан шығудың бірақ жолы бар. Біз модернизацияны тездетуіміз керек. Ол қалай тездету керек? Ол үшін жеке инвестициялар, мемлекеттің жаңағы тікелей қаржыландыруы, сонымен бірге жақында мемлекет басшысы өзі бір шешім қабылдап жатыр. Қазір Ресейден инвестиция 3 жаңағы үлкен ТЭЦ салынады деп. Міне басқа да елдерден міне осындай инвестицияларды іздеу керек. Бірақ ол ең негізгісі мынау сол қазандықтан үйге жететін трубалардың барлығының қазір 80% тозған. Міне бізге қазір осында өзіміз ойлануымыз керек. Енді инвесторлар тарту керек дейсіз. Осыған жауапты ведомство өкілдеріне бұл мәселе енді президент тарапынан да айтылып жатыр. Сіздерде де айтып жатырсыздар. Олардан бір қайтқан бір жауап бар ма? Берілген жауап бар ма? Қалай? Ресейден 3 жылу электр станциялары салынады. Одан басқа. Өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. Негізінде бұл сфераны жаңарту үшін триллиондаған теңге керек. Ал өткен жылы тек қана 160 миллиард теңге. Оның өзі аз емес. Ол бұрын мүлдемге болмаған бұл ақша. 160 миллиард теңге бөлінді. Жеке инвестиция бар, мемлекеттің ақшасы бар деген сияқты. Енді біз осыны тездетуіміз керек. Яғни жаңағы трубаларды жаңарту, жаңа қазандықтар салу, бұның барлығы шын айту керек, өте көп қаржы талап етеді. Бірақ ақша болмаса қалай реттейміз оның барлығын? Енді бұрын реттеліп келді ғой. Яғни біріншіден өкімет бұл саланы қаржыландырудың жеке мен мемлекеттің арасындағы белгілі бір балансын табу керек. Екіншіден инвестиция тарту керек. Үшіншіден мемлекеттің бақылауында болу керек. Бұл 30 жылдың ішіндегі салғырттық нәтижесі. Бұл мәселе бүгін ертең болған жоқ. Бұл өткен ондаған жылдар бойы қордаланған. Енді осы қордаланған мәселені бізге тез шешім табу керек. Әріптесіңіз жаңа ғана депутаттық сауал жолдап отқан әріптесіңіз депутат Кучинская кадр мәселесінде бұл салада, бұл бағытта білікті мамандар аз дейді. Өте аз. Өйткені мынау жоғарғы оқу орнының жаңағы факультеттердің программасын қарасаңыздар, енді бізде көптеген мамандықтарды қазір Қазақстан даярлауды, техникалық мамандықтарды даярлауды қойды. Қазір жоғарғы оқу жаңағы негізінен юрист, мұғалім, саясат
саясаттанушы, ал енді нақты соның ішінде техникалық мамандар өте аз. Сондықтан әрине бізге қазір осы орта және жоғарғы оқудың мынау нарығын осы техникалық мамандыққа бұру қажет. Сонымен биыл қыс келмеді деп едік, міне бірер күннің ішінде масқара аяздар болып жатыр. Енді биыл қыс қалай болады осы өңірлерде? Қандай болжамдар бар? Болжау қиын. Қазірдің өзінде өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, жағдай өте күрделі. Бірақ депутаттар осы мәселені бақылауға алып, қажет болатын болса, сол жергілікті жерге барып, жаңағы халықпен қоян-қолтық жұмыс істейтін болады. Жақсы, енді айтар сөзіміз жоқ. Жылда осы проблема қалай болар енді? Инвестиция деп отырсыз, білікті кадрлар, осының барлығы енді тез арада шешіледі деймін. Күдіктен гөрі үмітіміз басым әрине әр уақытта. Үміттену керек, және ең негізгісі жұмыс істеу керек. Нақты. Жақсы, Ерлан Биахметұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет.